Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода 2 айлық нәрестенің физиологиялық даму туралы айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. 2 айлық нәрестенің физиологиясы мен дамуы. Нәрестенің салмағы да, бойы да, ойы да, ақылы да ай сайын өсіп отырады. Сол себепті баланың өсіп жетілуін ай сайын қадағалап отырған дұрыс. 1 айлық баланың бойы орта есеппен алғанда 54-68 см аралығында болады. Яғни 2-3 см өседі деген сөз. Ал салмағы 4-7 кг аралығында болады екен. Сонда 750 000 грамға дейін қосады. Басының пішіні дөңгелек 36-41 см аралығында болады. Бетіндегі, денесіндегі ісіктер қайта бастайды. Көзінен жас ағып жылайтын болады. Кеуде шеңбері есе 37-41 см. Терісі бозарып, қалыпқа түседі. Өкпесі толық өкпемен тыныс алады. Эластикасы жақсарады. Тыныс алу жиілігі минутына 30-40 аралығында болады. Жүрегі минутына 120-140 аралығында соғады. Жаңа туылған сәбидің жүрегіндегі кішкентай тесіктері толық бітеледі. Қан ағысы дұрысталады. Балада 2 айында аузынан сілекей бөліне бастайды. Сілекей бөлінуінен және баланың емуді үйреніп, аузына толық алуынан асқазанға ауа кетпейді. Сол себепті іш ауруы да азайып, қалпына келе бастайды. Іші жұмсақ болады, бірақ қосымша тамақтанудың әсерінен және анасы дұрыс тамақтанбаса, ұнды тағамдарды көп бере берсе, балада іш кебу болады. Асқазанда сөлдер мен ферменттер бөліне бастайды. Қалыпты микрофлора қалыптасады. Нәтижесінде нәжісі өзгереді. Бұрынғыдай сары емес, қоңырланады және де иісі өзгереді. Баланың туылған кездегі гипертонустары жазыла бастайды. Қол аяғына жазып, еркін жататын болады. Баланы бұрынғыдай сұрағанша емізе беру керек. Және де есте сақтайтын жағдай түнгі ұйқысы мен күндізгі ұйқысын ауыстырып алмау керек. Яғни баланы түнгі 11 мен 6-да емізген дұрыс. Дені сау ана сүтіне тойып отырған бала күніне 6-12 рет зәр шығарады. Балаңыздың көру қабілеті 2 айында дамиды. Көзіне түскен заттарға ұзақ қарайтын болады. Ол қозғалмай тұрса да. Балаңыздың есту қабілеті есе дауыс шыққан жаққа басын бұрып қарайтын болады. Өзіне сөйлегенді ұнатады. Өзіне сөйлегенді біледі. Дауыс шыққан жаққа қарап, тәтті күлкісімен күледі. Дәм сезуі есе туа сала пайда болады. Анасы дұрыс тамақтанса, бала алаңсыз емеді. Ал ащы тамақтанса тұжырып ембей қояды. Тіпті аш болса да. 2 айлық балаңыздың гүгілі ұзара түседі. Өз гүгіліне мәз болады. Кейде өз даусын ұнатып қалса, үндемей қалады да, ұнаған даусын қайта шығаруға тырысады. Жанасуды жақсы айырады. Егер сипап, мейірленсе, еркелейді. Ал қатты тисе, жылап жауап қайтаратын болады. Балаңыздың ұйқысы 14-17 сағатқа ұзарады. Қарны тоқ болса, еш жері ауырмаған жағдайда балаңыз алаңсыз ұйықтайтын болады. Балаларымыз өсіп үлкейгенше аса жауапкершілікпен қарауымыз керек. Достар, менің арнам сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.